Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана Серікбаева. Мен бүгін сіздермен кукуруза, яғни жүгерінің үй жағдайында дайындалу әдісімен және де оны қалай сақтау керектігін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші, жүгеріні таңдаған кезде қатты кеуіп кетпеген, осындай балғын, сырты оңай ашылатын түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Осылай барлығын жақсылап тазартып ашып аламыз, және де осындай ең соңында құйрығын қолмен немесе пышақпен кесіп алып тастаймыз, шаштарынан бәрін тазартамыз. Одан кейін осындай қайнап тұрған суға жаңағы біз сыртындағы тазартып алған шөптерін астына салып, үстіне осы жүгерілеріміздің барлығын саламыз. Менде жүгері тәтті болмағандықтан осылай 2 ас қасық қант салып, үстіне қалған шөптерін салып, қақпағын жауып 15-20 минуттай пісіреміз. Ең көп дегенде 20 минут қайнатамыз. Егер одан артық қайнататын болсақ, біздің жүгеріміз қатты болып кетеді. Менде жүгері шамамен 22 минуттың ішінде пісті. Енді алып, осылай пышақтың көмегімен 1-2 данасын кесіп көріп, дәмін көреміз, піскен-піспегендігін. Одан кейін осылай үстінен тұзды сеуіп, дәмін келтіретін боламыз. Желінгеннен қалған осындай артық жүгерілерді қатып қалмас үшін банкамыздың ішіне тұз салып, жаңағы қайнаған суымыздың суығанын күтіп, суығаннан кейін осылай жүгерілерді банканың ішіне салып, үстіне жаңағы суымызды құйып қоямыз. Сол кезде біздің жүгерілеріміз сол күйі жұмсақ күйінше сақталатын болады. Осы банкаға өзінің суымен сақталған жүгерілерімізді холодильниктің ішінде 1-2 күнде қойып сақтап жесеңіздер болады. Сол күйі жұмсақ және де ішіне тұз салғандықтан өзінің тұзымен дәмді болып сақталатын болады. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.